Баршаларыңызға қайырлы күн, сүйікті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай жұмсақ әрі дәмді болып шығатын, оңай жасалынатын вафлидің рецептін ұсынамын. Алғаш жасағаннан осылай жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды, шекерімізді салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай миксер қолданудың қажеті жоқ. Жұмыртқамыз бен шекерімізді жақсылап біркелкі етіп араластырып алғаннан соң ерітілген сары майымызды қосамыз. Мендегі сары май станичный деп аталатын сары май. Өзіңізге ұнайтын кез келген сары майды қолдансаңыздар болады. Содан соң 2 ас қасық 20%-ық дүкеннің қаймағын қосамыз. Қаймақтың орнына йогурт қоссаңыздар да болады. Тағы да венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Біздің сұйық массамыз біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте електен өткізілген ұнымызға қамыр қопсытқышымызды салып, тағы да осы құрғақ ингредиенттерімізді жақсылап араластырып аламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп қолдануға кеңес беремін. Енді осы ұнымызды жаңағы сұйық массамызға аз-аздан сала отыра венчикпен жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз өте сұйық емес, осы видеода көрсетілгендей қою масса болуы қажет. Құрметті көрермендер, егер осы рецепт ұнап жатса, пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп маған қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай біздің массамыз дайын болды. Енді вафли пісіретін құрылғымызды жақсылап қыздырып аламыз. Содан соң осы массамызды шамамен 1,5 ас қасықтай салып, 5-7 минут аралығында пісіріп аламыз. Ең бастысы жақсылап қыздырып алуымыз қажет. Көріп тұрғандарыңыздай вафлиміз пісті. Менде 7 минутта пісіп шықты. Әркімнің вафли пісіретін құрылғысы әртүрлі, сол себепті қарап тұрыңыздар. Вафлиміз өте жұмсақ, әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Ең бастысы оңай, әрі қол жетімді заттардан жасалынады. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, рецепт ұнаған болса, лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.